Жалғастырамыз. Байланыс қиындап, әдеттегі онлайн режимсіз тұрмыс халыққа оңай тимей жүр. Бұқарада сауал көбейді. Халық жолдаған маңызды мәселелерді Мадина Құдайбергенқызы сұрақ-жауап негізінде талдау жасап көрді. Таразда бүгіннен бастап екінші деңгейлі банктер өз жұмысын бастады. Алайда төтенше жағдай режиміне сәйкес жұмыс кестесі белгілі уақыт аралығын ғана қамтиды. Банктер толықтай штаттық режимде қашан жұмыс жасайтыны әзірге нақты емес. Таразда қоғамдық көліктер толық жұмыс істейді ме? Иә, қаладағы қоғамдық көліктер кешелі бері жұмыс істеп тұр. Бірақ әуелі 27 бағыт бойынша қатынаған болатын. Бүгіннен бастап барлық бағыттағы 324 автобус жұмысы жанданды. Таразда мектептер мен балабақшалар қашан жұмыс істейді? Мектеп оқушыларына 17 қаңтарға дейін демалыс, балабақшаларда 17 қаңтарға дейін жұмыс істемейді. Колледж және университеттер 24 қаңтарға дейін. Ипотекалық төлем уақытылы жасалмаса, үстемақы қосыла ма? Төтенше жағдайға сәйкес несиелер бойынша пайыздық төлемдер, айыппұл мен өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады. Айтпақшы, базарлар 17:00, сауда орталықтары 19:00-ге дейін жұмыс істеп тұр. Спирттік өнімдер әзірге сатылмайды.